Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын қамыры сүтке үйленген пияз нанның рецептісімен және огурцы по-корейскийдің рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Оның үстінен 1 шай қасық разрыхлитель және де 1 шай қасық тұз қосып, кішкене араластырып жібереміз. Және де оның үстінен 1 бокал жылы сүтті қосып, орташа жұмсақ етіп, қамыр илеп аламыз. Бұл жерде ұнды көз мөлшерімен өлшеп салдым. Сіздер де өздеріңіз 1 бокалға кемінде 1 кесе ұн кетсе, соны өлшеп салыңыздар. Ең соңында қамырларыңыздың үстінен осылай кішкене сұйық май қосып жіберіп, жақсылап илесеңіздер, жұмсақ болып әдемі болады. Салафанға салып, 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Осы кезде пиязымызды майдалап турап аламыз. Маған пияз көп қажет емес. Егер пияздың көп болған қаласаңыздар, 2 пияз қоссаңыздар жетеді. Осылайша майдалап турап ыдысымызға салып аламыз. Пиязымыздың үстіне 1 шай қасық тұз бен 1 шай қасық бұрыш қосып, қолмен жақсылап пияз өлгенше араластырып аламыз. Дәл осы қамырды 2-ге бөліп алдым. 2-ге бөлгеннен кейін біреуін кәдімгідей осылайша бірінші кішкене ұн сеуіп жіберіп, қолдың көмегімен басып шығамыз. Кейін оқтаудың көмегімен 4 шетінен басып, дөңгелек етіп, әдемі етіп қамыр жайып аламыз. Қамырды жұқалау етіп жаямыз. Оның үстіне пиязымызды осылайша салып шығамыз. Видеодағыдай шетінен бастап қаттама орағандай орап шығамыз. Осы кезде пешімізді қосып, 220 градусты алдын ала қыздырып қоямыз. Және де қамырымызды осылай видеодағыдай орап, қолдың көмегімен жақсылап үстінен басып шығамыз. Үстінен жұмыртқаның сарысымен қаласаңыздар күнжіт сеуіп жүрсеңіздер болады. Енді огурцы по-корейски дайындаймыз. Өздеріңіздің отбасыларыңыздың көптігіне қарай құрамын көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Осылайша 1,5 огурцыды қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес етіп турап аламыз. Ыдысымызға салып, 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Соусын дайындап аламыз. 1 ыдысымызға 1 ас қасық соевый соус, 1 ас қасық сұйық май және де жарты ас қасық уксус қосып, 70% жақсылап араластырып, огурцымыздың үстіне саламыз. Приправаларын қосамыз. Кунжут, паприка және чилиді қосып, барлығын жақсылап араластырып, холодильникке 5-10 минутқа қойып қойсаңыздар, осы приправалар сіңіп өте әдемі болады. Ауызашарға кешкі астың жанына міндетті түрде жасап беріңіздер. Бұл
пиязнаның ерекшелігі қаттама сияқты қатпарлы болмайды. Сүтке үйленгендіктен өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Арайлым.